97-ші сабақ, бірінші тапсырма есеп шығар. Бірінші күйші 10 күй, ал екінші күйші одан 4 күйді артық орындады. Екінші күйші неше күй орындады дейді. Мінекей, бірінші күйші 10, екінші күйші сұрақ белгісіз. Бірақ мынау екінші күйші бірінші күйшіден 10 күй артық деп тұр. Демек, 10-ға 4-ті қосамыз. Жауабы 14 шығады. Сонда екінші күйші 14 күй орындады. Түсінсіздер ғой, бірінші күйші 10, екінші күй сұрақ белгісі, бірақ біріншіге қарағанда 4-еуі артық деп тұр. Мінекей стрелкамен көрсетіп қойдық. Енді келесі тапсырма. Бірінші күйші 10 күй орындады. Бұл екінші күйшінің орындағаннан 4 күй кем. Екінші күйші неше күй орындады дейді. Мінекей, бірінші күйші 10 күй, екінші күйші сұрақ белгісі, бірақ бірінші екінші күйге қарағанда 4-еу кем дейді. Бұл жерде де қосамыз. 10-ға 4-ті қосамыз, 14 шығады. Жауабы екінші күйші 14 күй орындады. Бірі мен екінші есепте де біз қостық, екеуінде де бірде мән шықты. Енді қараңыздар. Пайымдау, егер бірінші күйші екінші күйшіге қарағанда 4 күйді кем орындаса, онда екінші күйші бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындады. Шешуі, мінекей, екеуінде де бірде 10 қосу 4 тең 14. Жауабы 14 күй. Бұл жанама түрде тұжырымдалған есеп деп аталады екен. Енді үшінші тапсырма. Бірінші, екінші тапсырмалардағы есептерді пайдаланып, жанама түрде тұжырымдалған есеп құрастыр дейді. Мінекей, жанама түрде тұжырымдалған есеп бізде бірінші күйші белгісіз, екінші күйші 14 күй орындады. Бірақ ол бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындады. Демек, мынадан 4 күй артық орындаса азайтамыз. 14-тен 4 азайтамыз, 10 шығады. Сонда жауабы бірінші күйші 10 күй орындады. Үшінші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі төртінші тапсырма теңдеулерді шеш. Бұл жерде екі теңдеу бізде көрсетілді. Мінекей, бірінші 17 қосу Б тең 40 қосу 9. 17 қосу Б 40-қа 9 қоса 49 шығады. Б-ны табу үшін 49-дан 17 азайтамыз. Б бізде 32-ке тең болады. Тексеретін болсақ, 17 мен 32-ның қосындысы 49, 40 пен 9-ның қосындысы 49. Екеуі теңеседі. Келесі 17 азайту Б тең 40 азайту 29. 40-тан 29 азайтсақ 11 шығады. Б-ны табу үшін 17-тен 11-ді азайтамыз. Сонда Б бізде 6-ға тең болады. Тексеретін болсақ, 17-тен 6-ны азайтсақ 11, 40-тан 29-ды азайтсақ 11. Екеуі теңеседі. Төртінші есепті осылай шығарамыз. Келесі 5-ші тапсырма. Жұп сандарды 2 есе кеміт, ал тақ сандарды 5 есе арттыр. 3, 4, 5, 6, 8, 9 деген сандар берілген. Бұл жерде жұп сандар бізде 4, 6, 8. 2 есе кеміт десе, 2 есе кеміт десе, демек 2-ге бөлеміз деген сөз. 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 8-ді 2-ге бөлсек 4 шығады. Ал тақ сандар бізде 3, 5, 9 деген сандар. 5 есе арттыр. 5 есе арттыр десе, демек 5-ке көбейтеміз деген сөз. 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, 5-ті 5-ке көбейтеміз 25, 9-ті 5-ке көбейтеміз 45. Мінекей 5-ші тапсырма осылай орындалады. Келесі 6-шы тапсырма. Есепті шығар және салыстыр дейді. Ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай алды. Бұл екінші қатысушының ұпайынан 2 ұпай артық. Екінші қатысушы неше ұпай алды дейді. Бірінші қатысушы 16, екінші қатысушы сұрақ белгісі. Бірақ бірінші, екіншіге қарағанда екеуі артық деп тұр. Демек азайтамыз. 16-та 2-ні азайтсақ 14 шығады. Жауабы екінші қатысушы 14 ұпай. Келесі екіншісі ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай, ал екіншісі одан 2 ұпай кем алды. Екінші қатысушы неше ұпай алды дейді. Мінекей бірінші қатысушы 16, екінші қатысушы сұрақ белгісіз, бірақ біріншіге қарағанда екеуі кем. Бұл жерде азайтамыз. 16-тан 2-ні азайтсамыз 14. Сонда жауабы екінші қатысушы 14 ұпай алды. Қарасаңыздар, екі есепте де бірде шешуі. 16-дан 2-ні азайттық.
екеуінде де жауабы 14. Бұл да жаңағы бірінші екінші есеп сияқты жанама түрде тұжырымдалған есеп болып табылады. Және соңғы тапсырма кім жылда мысалдарды шығарып қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарын бірнешеуін біліп ал дейді. Бірінші 27 бөлу 3 қосу x деп алайық, мына жерде белгісіз санды. Тең 11 дейміз, және 27-ген 3-ке бөлсек 9, 9 қосу x тең 11, x табу үшін 11-ден 9-ды азайтамыз, сонда біздің x-іміз 2-ге тең болады. 2 бізде дауылпаз, мына аспап дауылпаз деп аталады екен. Жаттап алыңыздар. Келесі 5 көбейту 3 қосу x тең 27. 5 3-ке көбейтсе 15, 15 қосу x тең 27, x табу үшін 27-тен 15 азайтамыз, x бізде 12-ге тең. 12 бізде сазсырнай, мына аспап сазсырнай деп аталады екен. Келесі 3 көбейту 4 бөлу 2, 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 12-ні 2-ке бөлсек 6. Ал 6 бізде барлығымыз білеміз, бұл домбыра. Келесі есеп. Мынаны x деп аламыз, x қосу 14 бөлу 2 тең 52. X қосу 14-ті 2-ке бөлсек 7 шығады. X табу үшін 52-ден 7-ні азайтамыз, сонда x бізде 45-ге тең. 45 дегеніміз 7-ген. Мінеке, мына аспап бізде 7-ген деп аталады. Және соңғысы 18 қосу 28 бөлу 4, 28 4-ке бөлсек 7 шығады, 18-ге 7-ні қоссақ 25, 25 бізде қобыз, мына аспап қобыз. Мінеке, 7-ші тапсырманың есептері. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.